Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін өте дәмді тіске массаж жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Қараңыздар, қандай сұлу болып тұр. Ал бисмиллах деп бастаймыз. Бірінші сосискамызды осылай қабығынан ажыратып алатын боламыз, пленкасынан. Одан кейін ұзын домалақ тәріздес етіп картошкаларымызды жіңішке қылып кесіп алатын боламыз. Барлығын бірдей кесіп алып, одан кейін бізге осындай таяқшалар керек. Бұларды алып қойып қоямыз да, кесілген картошкаларымызды мұздай суға салып, бір 10 минут, 20 минутқа қойып қоясыздар. Менде 10 минут тұрды. Үстінен тұз себеміз. Тұз крахмалын алады. Одан кейін сосискаларымызды кесеміз. Сосискаларымызды 3 бөлікке келіп, кесіп, бір келкі қылып кесіп алатын боламыз сосискаларымызды. Бұны да шетке алып қойып, одан кейін мынандай палочкаларға, яғни таяқшаларға картошка мен сосисканы қыстырып шығатын боламыз. Неке біздің картошкамыз дайын. Осылайынан барлығын осылай шаншып шығатын боламыз. Үшеу қоятын боламыз. Осылайынан отырып, барлығын бірдей қылып шаншып шығатын боламыз таяқтарға. Өте дәмді шығады. Балдарыңыз қуанып жеп қоятын болады. Осылайынан барлығын істеп шығамыз. Және бір көрсетіп жіберейін. Бұны да осылайынан шаншып, картошкамыз сынып кетпеу керек. Крахмал кеткен картошка негізі сынбайтын картошка болады. Сынбайды. Осылайынан барлығын бірдей қылып, сәл ыңғайсыздау тайып кетіп жатыр мен қолымнан. Осылайынан барлығын жасап аламыз да, одан кейін сковородкамызға сұйық майымызды құйып, май қызғаннан кейін салып, екі жағын аудара отырып, қатты емес, орташа алаулықта пісіріп алатын боламыз. Осылайынан әдемі қып-қызыл қылып пісіріп аламыз. Картошкаларымыз толықтай пісіп шығады сол кезде. Осылайынан екі бетін аудара отырып, сәл ыңғайсыздау болды маған. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Екі бетін осылай аударып отырып, қып-қызыл қылып қуырып алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қазақ контентінің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сіздердің әрбір жазған комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол үшін комментарий жазып, мені қуантып отырыңыздар. Бұдан да басқа рецептермен бөлісетін боламын сіздермен. Ал біздің осындай сұлулығымыз шықты, өте әдемі болып пісті. Қараңыздаршы, қандай әдемі қып-қызыл болып тұр. Жасап көріңіздер, бізге ас болсын.